Құрметті Жамбыл облысының тұрғындары мен қонақтары, Қазгидромет республикалық мекеменің кәсіпорын филиалының дауылдық ескертуіне сәйкес 4 желтоқсан Жамбыл облысында кей жерлерде қатты жауын-шашын, көбінесе қар жауы күтілуде. 3 мен 5 желтоқсан аралығында кей жерлерде тұман, көктайғақ, жаяу бұрқасын күтілуде. Солтүстік батыстан соғатын желдің күші кей жерлерде 15-20 метр секундына күтілуде. Тараз қаласында 3-5 желтоқсанда кей уақытта тұман күтілуде. 4-5 желтоқсан кей уақытта көктайғақ күтілуде. Осыған байланысты облыс тұрғындары мен жүргізушілеріне төтенше департаменті қауіпсіздік шараларын сақтауды және қажеттіліксіз алыс жолға шықпауды сұрайды. Бірақ егер сіз автокөлікпен ұзақ жолға шықсаңыз, осы сапарға мұқият дайындалыңыз. Ауа райы болжамын мұқият оқып шығыңыз. Қандай да жолдар жабылуы мүмкін екенін анықтаңыз. Егер де төтенше жағдай несінде қар құрсауында қалып қалсаңыздар, 112-101 телефон шалыңыздар. Жолдарда абай болыңыздар.